Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok'тағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетіп, бүгін мынадай тригонометриялық теңсіздіктің шешімін көрсетіп еді. Бөлшек бөлімінде 2 косинус x бөлінген 2 минус 1 алымында 2 синус x плюс 1 артына тең 0. Мен бұл теңсіздік мәндес түрде қалай жазамыз? Бөлімі нөлге тең болмау керек. Біз білеміз, бөлім нөлге тең боламайтын. Екі теңсіздікке мәндес, қандай теңсіздікке мәндес? Егер бөлімі 10 болса, бөлімді қашан теріс емес болады? Бөлімі 10 болса, онда алымы теріс емес болу керек. Мына теңсіздікке мәндес бірінші жағдайда. Осы теңсіздік шешек алдым. Ең бірінші. Екінші жағдайды сосын қарастырамыз. Бірінші жағдайда, яғни бөлімі қатаң түрде 10 болса 0 болмайды. Дұрыс па? Артта тең 0 деп жазуға болмайды. Өйткені бөлімде 0 болмайды ғой. 2 синус x плюс 1 ол жазаламыз. Өйткені алымда алым 0 болады. Теріс емес қой, қатаң емес теңсіздік қой. Бөлімі қатаң түрде 0-ге болса, онда 0-ге тең болмайды. Не қатаң түрде үлкен, не қатаң түрде кіші. Бөлім егер қатаң түрде үлкен болса, онда алымы теріс емес болу керек. Өйткені бөлшек теріс емес болу керек бізде, дұрыс па? Сонда мәндестерде қалай жазамыз теңсіздікті? Косинус x бөлінген 2 артыққа тең 2-ден 1. Міне. Синус x-нан бөліп жіберсек 2-ге минус 2 артық не тең минус 2-ден 1 артық қатаң түрде минус 2-ден 1. Бірінші косинус x артық 2-ден 1 қатаң түрде. Осыны шешіп алайық. Енді қарайық. Косинус сызығын сызамыз, x бөлінген 2 деп аламыз. Сонда косинусты қатаң түрде артық 2-ден 1. Осындай теңсіздік келеміз. Екеуін шешіп қиылыстырамыз. Жүйеде қалай әр теңсіздік шешеміз, сөйтіп қиылыстырамыз. Қарайық. Міне. Мынандай енді сызамыз бірлік шеңбері. Міне. Міне. Қарайық былай. Бірлік шеңбер болсын. Косинус сызығы қалай мынаған параллель ой керек. Міне 2-ден 1 мынау. 2-ден 1-ден үлкен қалай? Мына жаққа дұрыс та? 2-ден 1-де қай маңдарды қалады? Минус пи бөлінген 3-те қабылдайды, пи бөлінген 3-те қабылдайды. Сонда та неменнің арасында болу керек? Яғни x бөлінген 2. Дереу жаза берейік x бөлінген. Минус пи бөлінген 3 плюс 2k. Ол қатаң түрде кіші x бөлінген 2. Ол кіші пи бөлінген 3 плюс 2k. Міне. Бүтін сан. Сонда x-тің өзін қалай табамыз? 2-ге бөлеміз, бағалаймыз екі жағында да. Минус 2 бөлінген 3 плюс 4πk. Ол кіші x кіші. Так, қалай? 3 бөлінген 2 плюс 4πk. Бүтін сан. Бірінші теңсіздіктің шешімі осы. Екінші теңсіздік қалай болады? Сонда синус x артық не тең? Минус 2 тура осы шеңберге сыза берейік. Синус x артық не тең? Минус 2-ден 1. Қарайық, синус x артық не тең? Минус 2-ден 1. Сызып тастайық та. Енді синус сызығын сызуға тура келеді бұнда, дұрыс па? Екінші теңдеулер жүйесінен. Синус сызығын қалай сызамыз бұнда? YX. Синус x артық не тең? Минус 2-ден 1. Синус x артық не тең? Минус 2-ден 1. Ада уже минус 2-ден 1 мына жерде, дұрыс па? Артық не тең болса, мына жерде минус пи бөлінген 6. Мына жерде қандай? 7 пи бөлінген 6. Сонда. Үлкен болса, мынадан жоғары жазу керек, шын аяқ. Дұрыс па? Сонда бізде қалай болады мына x неменен алғанда минус пи бөлінген 6 плюс 2πk, 2πl, анымен бірде болмай қойсын. Ол артық не тең x, и ол кіші не тең 7 пи бөлінген 6 плюс 2πl. 2πl. L бүтін сан. Мына жерде қарайық мына. 2π көбейтілген 4πk-ді 2π көбейтілген 2k деп жазсақ болады. К бүтін сан болса 2k да бүтін сан болса, значит, дұрыс па? L тең 2k деп аламыз да, мынамен қиылыстырамыз мына жерде. Минус пи бөлінген 6 үлкен ба? Минус 2 пи бөлінген 3 үлкен ба? Әрине минус пи бөлінген 6 үлкен, мына енді жоғарғы шекараларын қалайық, солының жағын қарайық. 7 пи бөлінген 6 үлкен ба? Мынау үлкен. Мынаны көбейтсеңдер 4 пи бөлінген 6 ғана 7 пи мынау үлкен. Значит, неден неге шын болады? Осы екеуінің қиылысуы, бұл екеуінің қиылысуы неден неге шын болады? Яғни минус пи бөлінген 3 плюс 4πk-ға шейін, аламыз оны. Минус пи бөлінген 6 плюс 4πk-ға шейін бірінші жауабы. Қандай болайын деп тұр? Яғни x негативті болу керек. Минус пи бөлінген 6 плюс минус пи бөлінген 6 плюс мына l тең 2k деп алып жатыр. 4πk-ға шейін пикадан инаменнан қиылыстырып жатыр ғой, үстімістір ғой. L тең 2k болса, 4πk болса, аралықта жатады, L тең 2k болса 4πk болады, дұрыс па? Мынау минус пи бөлінген 6 плюс 4πk-дан и мынау үлкен ғой. 2 пи бөлінген 3, дау кіші ғой. 2 пи бөлінген 3
плюс 2 пи бөлінген 3, 2 пи бөлінген 3 плюс 4 пи к-ға шейін. Алмаймыз. Табыт мысал. Ал егер к тең так болса, 2 плюс 1 болса, қалай асып кетеді достар? 2 пи минус 6 пи ол не? 6-тан 11 пи надан асып кетеді. Не қой болады? Надо 2 пиді қоссақ мына жерге, 2 пиді қоссақ қалай болады мына жерде? Мына жерде 2 пиді қоссақ, 2к плюс 1 десек 2 пиді қоссақ, мына жерде қалай болады мына жерде? 19 пи бөлінген 6, 19 пи бөлінген 6, 19 пи бөлінген 6. Неден не? Надан неғып кетеді, асып кетеді ғынадан, дұрыс па? 19 пи бөлінген 6-нан қоссақ бірденде, маған жетпей қалады, дұрыс па? 19 пи бөлінген 6, 19 пи бөлінген 6-ға жетпей қалады, мына қиылыспайды яғни, мына жұпсам болса ғана қызық, міне, дауылық біріншесі. Минус пи бөлінген 6 плюс 4 пи к-дан 3 пи бөлінген 2 плюс 4 пи к-ға шейін. Енді екінші тур жаңағы теңсіздікті не қыламыз? Кері жазамыз. Қалай болады мынау? Екінші жағдай, мынау бөлімі теріс болса, мынау оң емес болу керек, яғни дұрыс па? Міне. Мына бөлімі теріс болса, дереу жаза берейік, косинус x бөлінген 2, 2-ден 1-ден кіші, мына синус x кішіне тең, минус 2-ден 1-ден болу керек онда. Минус 2-ден 1-ден кішіне тең болу керек, синус x. Минус 2-ден 1-ден кішіне тең болу керек, міне. Сонда, анда қалай болады? Жаңа ғана шешім жаздық қой, минус пи бөлінген 6-тан, анда надан аяқтай, дұрыста мынада керісінше болады мынада, дұрыста мына шешім дайын тұрған жаза салайық. Екіншісінің шешімі қалай болады? Мына жерде екіншісінің шешімі кері жүреміз, дұрыста мынада кері жүреміз, мынада минус мына жаққа кері жүрсек, минус 5 пи бөлінген 6, минус 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пи к-дан, минус 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пи к-дан и екешін x минус 5 пи бөлінген 6. Сағат тілінен бағытташ жүреміз, осыдан 2 пиді алып тастаймыз. x ол кішіне тең, минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи к. Бүтін сан. Міне. Мынау болады екінші. Ал мынау енді косинус x кіші 2-ден 1-ден пи бөлінген 3-тен оған параллель еді, дұрыс па? Пи бөлінген 3-тен минус пи бөлінген 3-ге шейін. 2-ден 1-ге мына жаққа болады. Сонда мынада не? Сағат тіліне қарсы жүреміз. Мынада пи бөлінген 3. 2 пиді қосып жіберсек, мынада қалай болады? 5 пи бөлінген 3. Мынау пи бөлінген 3-тен пи бөлінген 3 плюс 4 пи к-дан 4 пи к жаңағыдай 4 не ғой? 4 пи к дұрыс па? 4 пи к одан 5 пи бөлінген 3 қалай? 2-ге көбейтеміз. X бөлінген 2 пи бөлінген 3, 2 пи бөлінген 3 плюс 4 пи к-дан 10 пи бөлінген 3 плюс 4 пи к-ға шейін. 4 пи к-ға шейін. Әжеден к тең 2 деп болсақ, минус 5 пи бөлінген 4 аяқта қалып кетеді, надан мынау не? Қиылыспайды, дұрыс па? К тең, ал егер 2 плюс 1 деп болсақ, надан не болады? 2 плюс 1 деп болсақ, 2 пи мен қай жерде қылды? 2 пи мен алып тастасақ 5 пи бөлінген қалай болады мынау? 6-тан 7 пи, дұрыс па? 6-тан 7 пи, 6-тан 7 пи надан үлкен, дұрыс па? 6-тан 7 пи плюс 4 пи к-дан жазамыз енді екінші шешім. 6-тан 7 пи, мынаған беріп жазып жатыр, мән беріп, 6-тан 7 пи, 6-тан екінші шешім, 6-тан 7 пи плюс 4 пи к-дан аламыз и аламаймыз. 6-тан 7 пи плюс 4 пи к-дан, 6-тан 7 пи плюс 4 пи к-дан, 4 плюс 1 десек, 2 плюс 1 десек, мынаған 2 пи қосылады ғой, 6-тан 11 пи, дұрыс па? 6-тан 11 пи, 6-тан 20 пи, мынадан асып кетеді, дұрыс па? 6-тан, мынаны қоссақ, 6-тан 20 пи, дұрыс па? Мынадан кіші, дұрыс па? Аяғын аламыз. Мынаудан не? 2 пиді қосып жіберсек, 6-тан 11 пи, 6-тан 20 пи, мынадан кіші, значит 6-тан 11 пиге шейін. 6-тан 11 пи плюс 4 пи к-ға шейін. 4 пи к-ға шейін. Осы аралық болады. Әр жерде не болады мынау? 6-тан 7 пи плюс 4 пи к-дан 11 пи бөлінген 6 плюс 4 пи к-ға шейін. Сонда жауап окончательно қалай болады мына теңсіздіктің шешімі? Мына екеуін кіші жақтан бастайық міне. Сонда бізде қалай болады мына теңсіздіктің шешуі? Шешу қалай болады мына жауабы? Жауап қалай болады мына жауабы? Так, минус пи бөлінген 6 плюс минус пи бөлінген 6 плюс 4 пи к-дан 4 пи к-дан 3 пи бөлінген 2 плюс 4 пи к-ға шейін. Алмаймыз, оң жағын алмаймыз. Бірігуі
Әне мынаны аламыз. 6-тан 7 пи, 6-тан 7 пи плюс 4 пикадан и 6-тан 11 пи плюс 4 пикаға шейін. 4 пикаға шейін. Екеуін аламыз, екеуін аламыз. Бұнда К бүтін сан, міне. Теңдіктің кеші мына екі жиынның бірігуі, міне. Минус пи бөлінген 6 плюс 4 пикадан 2 пи бөлінген 3 плюс 4 пикаға шейін. Мына жағын аламыз, сол жағын аламыз, оң жағын алмаймыз, жай жақша. Бірігуі 7 пи бөлінген 6 плюс 4 пикадан 11 пи бөлінген 6 плюс 4 пикаға шейін екі жағын аламыз. Ал жартылай сегмент, мынау жағы сегмент. Осы екеуінің бірігуі мына теңдіктің шешімі болады. Мына салайық қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.